Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бірінші тарау, такаллюм кітабы, 5-ші сабағымыз. Біз 31-ші бетке келдік. 31-ші бет. Мен адават истифхам, яғни сұрау есімдіктері тақырыбын өткелі отырмыз. Сұрау есімдіктері араб тілінде мына жерде қараңыз, ненің ішінде, қоршаудың ішінде берілген екен. Кайфа, ма, маза, мин, айна. Осы қанша? 5 есімдікті берген екен. Ол қалай қолданады? Кайфа халука, қалыңыз қарай. Кайфа халуки, сіздің қыз баласына айтылады. Кайфа анта, сен қалайсың? Кайфа анти, сен қыз қалайсың? Кайфа хуа, кайфа хия, осылай қолдана береді. Масмука, есімің кім? Ма джинсиятуки, сен қыздың есімің. Ма джинсиятука, сен ұл баланың. Ма джинсиятуки, ма джинсиятуха, мен джинсиятуху деп кетеді. Яғни, ма соған қолданады екен. Маза, не деген сөз? Маза тафалу, сен не істеп, та'малу, сен не істеп жатсың? Маза та'малина, сен не жұмыс істеп жатсың? Қызға айтып отыр. Маза я'малу, ол не істеп жатыр? Маза та'малу, ол қыз не істеп жатыр деген сияқты. Мен айна, сен қайдансың? Мен айна анта, сен қайдансың? Мен айна анта, сен қыз? Мен айна хуа, ол қайдан? Мен айна хия деген сияқты. Анта, енді айна анта, айна анти, айна муаллиму, айна муаллимату деп қолданылады. Яғни бұлардың бәрі сұрау есімдіктері, бірақ жауапқа қарай, сұраққа қарай кішкене өзгеріп отырады. Айна деген сияқты, қайда, кайфа қалай деген секілді, соған қарай сұрау есімдіктері өзгеріп отырады. Онда бәжатуына қарайық. Кайфа, ма, маза, айна, айна. Хәл деген тағы бір қосылып тұр. Бұл жерде хәл сұрау есімдігі, бұл да мами, баби, папи деген мағыналады. Ол ма деген секілді, барасың ба деген секілді қолданылады. Ол болмаса, неңізді, стопыңызды басыңыз видеодағы, мына бәжатуына сол берілген 6 сұрау есімдігін, 7 кешіріңіздер. Дұрыс 6 сұрау есімдігінің тиістеуін, 6-ауын тиісті жерлерге қойыңыз. Егер қайсысын қоятын білмей жатқан болатын болсаңыз, онда жауабына қарайсыз. Жауабымен қалай келіп тұр? Сөйті ғой, ал бастаңыз. Жауабы онда мә джинсиятука, сенің жынысың кім? Мә деген қолданылады, дұрыс қой? Жынысың дегенде ұлтың деген сөз. Ана америкиюн, мен америкалықпын дейді. Содиқука деген, кайфа содиқука, сенің досың қалай? Хуа, бихайр, ол жақсы деген сөз. Абдулла, мен айна Абдулла болды. Абдулла қайдан дейді? Хуа мена Саудия, ол не? Саудиядан. Айна та'малу, сен қайда жұмыс істейсің? Ол бала айтады, фил Рият, яғни Рият қаласында жұмыс істеймін деген сөз. Маза та'малу, сен не жұмыс істейсің? А'малу мухандисан, мен инженер болып жұмыс істеймін. Әл анта наджар, сен ұстассың ба? Наджар, ағаш ұстассың ба? Ла ана амил, жоқ, мен жұмысшымын деген. Жақсы, қысқаша осы сұрау есімдікті қатты қиын емес секілді. Келесі тақырыбымыз музаккар және муаннас. Музаккар, муаннас. Музаккар деп атқанымыз бұл ертегі, муаннас деп атқанымыз әйел тегі. Араб тілінде, орыс тілі секілді ер және әйел тегі бар. Қазақ тілінде ер әйел тегі бөлінбейді, жаңа араб тілінде олай бөлінеді. Енді қарайық, музаккардың үстіне ертегі, муаннасша әйел тегі жазып қойсаңыз болады, ажыратып алу үшін. Соған қарай берілетін жаңағы сілтеу есімдіктері секілді нәрселер өзгереді. Жаңағы дамирлер өзгереді. Өзгеру қалай болады әйел және ертегі? Қараңыз. Хәза қосым, бұл қасым дедік. Хәза бұл сілтеу есімдігі, исм ишара делінеді араб тілінде. Ал соның хәзаның әйел белгісі, әйел түрі хәзихи болды. Хәзихи айшату, бұл айша. Енді бұл қасым дейтін болсақ, мына жерде қыз бала тұратын болса, хәзихи болды. Хәза болатын болса, әйел баласында хәзихи болды. Хәзихи айша. Екіншісі қараңыз. Солах мутарджимун. Салах мутарджим, яғни аудармашы болатын болса, тура соны Мәриям айтатын болса, Мәриям мутарджиматун. Соны не жалғанда? Тамарбута. Әйел тегінің бір белгісі ол тамарбута. Яғни сіз әйелді бір нәрсемен сипаттайтын болсақ, ол сипатталатын нәрсеге, ол есімге соңында тамарбута жалғану керек. Алиюн суадиюн. Али саудиялық, руқия суадиятун. Қайттан тамарбута жалғанады. Көрдіңіз ғой? Яғни тек дейтін болсаңыз, онда әйел тегінде тамарбута жалғанады. Әні мұхасибун, мен немін жаңағы атнет
есептеуішпін, яғни бухгалтермін. Ана мухасибатун. Көрдіңіз бе? Тамыр оты жағалып тұр. Анта табибун, сен дәрігерсің, анта табибатун, сен дәрігер әйелсің. Яғни соңында, яғни әйел тегінде болғанда, ол да не тамыр оты жалғанады екен. Енді соған негізде отырып бә жаттығын үйге алайық. Үйде орындап, суретін ортақ группаға жібересіз. Келесі бетті ашайық. 32-ші бетті, 32-ші бетте үш адамның жаңа сөз синнун, амун, санатун деген барлығы жыл деген, жас жыл деген мағынаны білдіреді. Үшеуіне. Бірақ қолданыстары әр түрлі. Қазір тоқталамыз. Мархабан, қош келдіңіз. Исми Ислам, менің есім Ислам, Мисриюн, мысырлықпын. Мен суреттің астында жазуды оқып отырмын, аударып отырмын. Сини, менің жасым, Хомсу ва айшрун, 25 амман, 25 жастамын. Ана муаллимун, мен муаллиммін. Рокмул махмул, менің ұялы телефон номерім. Аль-бариду электрони, электрондық почтамның номері деп жазған екен. Енді қыз баласы қалай болды? Әхлән, сәлем деді. Исми Надия, мен Надиям деді. Мағрибия, мен мағрибтықпын. Исинни, менің жасым. Ситтатун ва айшрун, 27 жастамын, 26 жастамын. Амман жастамын. А'малу мухасибан, жұмыс істеймін. Мухасибатан не болып дейді жаңа? Бухгалтер болып жұмыс істеймін деп. Аль-бариду электронию, электрондық почтам деп берген екен. Енді үшінші адам, ассаламу алейкум. Алланың есендігімен сәлем болсын. Исму Хасан, есім Хасан. Ана суданию, мен судандықпын. Синни, жасым, хомсу ва ситтун. Хомсу ва ситтун, санатан не, мен жасым 65-те дейді. Ана мутақаидун, мен зейнеткермін дейді. Рохмул хатифи, ұялы телефон нөмірі. Аль-унвану 15. Шари'ул Андулус, Андулус көшесі 15, Әл-Хуртум қаласы деген екен. Міне осылардың бәрін қарап шығасыз. Тағы да әрқайсысын кемінде 5-тен асар ет оқыңыз, түсінгенге шейін. Және осыған екінші тапсырмамыз, осыған құсатып отырып, өзіңіз туралы жазасыз. Тура осындағы шарт емес, бірақ кемі 3 сөйлемнен тұратын қысқа ғана өзіңіз туралы мағлұмат беріп бересіз араб тілінде. Одан кейін міне келесі сақы рокмул хатифика, сенің телефон номерің. Келесі бетті ашып отырмыз. Телефон номерің қандай дейді? Сонда телефон айтып береді жаңа. 8707 деген секілді. Екінші телефон, екінші неміз, әріміз аудиозаписпен ортақ группаға телефон номерімізді, енді тура өзіңізді айтып шарт емес, жалпы телефон номеріңізді араб тілінде айтып бересіз дейді. Сұраған кезде рокмул хатифики, сіздің номеріңіздің хатифика, сенің номерің қандай? Қыз болатын болса рокмул хатифуки. Кешіңіздер, рокмул хатифика немесе рокмул хатифики. Осы жерде маротан ухро, мен фадлик, өтініш тағы бір рет деген сөз қолдансаңыз болады, бір-біріңізден сұрап жатқан кезде. Жақсы, осы жерде енді уасыл хамзасы, бұл жерде бұлар қатты қиын емес. Алейкумуссалам, яғни вальхамдулилля, бұларды тәжвид сабақтарында өткен шығарсыз. Рокмул хатифи, яғни кіріп кетесіз келесі әріпке. Келесі әріптер шамси әріптерден болатын болса, кіріп кетеді. Мағассалам, шари'ут тахрир деген секілді. Ал қамари әріптерден болатын болса, онда лыға тоқталып отырады. Лыға тоқталып алиф-лямда. Келесі 34-ші бетте азын аулақ кесте берілген. Ол жерде әл-исму, есім деген сөз, джинсиятун, ұлты деген сөз, синну, жасы, вазифатун, қызметі, рокмул хатифи, телефон номері, сосын бәридатун электронный почтасы. Электронный почтадан көріп, қазір Instagram адресі деп өзгертейік осы жерде. Осы жерге қанша нау? Біреу, үшеу, алтау, 8 не берген екен, бағам берген, 8, исм деген 8 адамның атын жазып достарыңыздың. Енді әртүрлі ұлт болған тіпті жақсы, жынысына қазақ, өзбек деген секілді жастарын жазасыз. Одан қызметтерін, біреу студент, біреу дәрігер болуы мүмкін, мұғалім болуы мүмкін, оның телефон нөмірін жазасыз. Және электронный емес, біз енді Instagram парақшасының нөмірін жазасыз. Яғни солай жазуға бейімделесіз, сан бар, басқа бар.
Мынау енді оның астындағы бә жаттығуы, оның сұраққа жауап: ассаламу алейкум ва алейкумассалам. Кайфа хал? Халыңыз қалай? Би хайри вальхамдулиллах. Мен айна анта? Сіз қайдансыз? Я? Ана мен Қазақстан. Ма рақмул хатифи, телефон номеріңіз. Рақмул хатифи деп аға телефон номерді жазып қояды. Бұны енді қажет емес, ауызша. Содан кейін біз жазуымызды жақсарту үшін ең соңында Құранның аяты немесе пайғамбарымыздың хадисі береді. Соны астыңғы жағынан басып жазу керек. Өйткені үстіңгі бағаннан жазған болатын болсаңыз, сіз өзіңіздің жазуыңызды көресіз. Астыңғы жазған болатын болса, нағыз Құран аятын өзің көріп жазасыз да. Сол үшін астынан басып жазасыз, қателік жібермеу үшін. Құранның аятында астағфируллах, иза хуйитум битахиятин фахайю би ахсана минха ау раддуха дейді. Яғни Аллах Тағала сіздерге біреу сәлем берген болатын болса, сол күйде немесе одан да асырып көркем түрде жауап беріңіз деген екен. Осыны толтырып шығуға тиіс екен. Келесі дүйсенбіге дейін осы тапсырмалар орындалуға тиіс. Уахиру дa'вана анилхамдулиллахи раббил аламин.